Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің видеомыздың аты қай жерден табамыз, мысалы күшті, әдемі, керекті заттарды қайдан табамыз деген видео. Ал біз қазір бастаймыз. Достар, біз қазір мына локацияға кіреміз. Бұл локацияның біз бірінші этажына кіреміз. Міне біз кірдік, яғни бойынан ауыстырамыз. Енді ауыстыра келетін болсақ, бізде мынандай қызыл картошка, сондай, мысалы картошканы ашимыз. Бай. Короче, ашқан кезде бойынан ашылғандай болып шығады. Сол үшін осы керек деп ойлаймын. Және де бізде мынандай судың, осындай тамақтың қаншалықты өшесін сондай сияқты. Және де бізде мынандай осы, мысалы біз бір фрукт дейді, болмаса бір нәрсені қоссақ, мысалы лимонды салсақ, мысалы помидор салсақ, біз бір ыдысқа осыны бокалға қойып ішсек болады. Ал егер біз осының көк түсі де бар, ол біз үй жасаған кездегі кухнядағы жерде бар, осының көк түсі. Ал бұл да біздің сары түс. Және де бізде мынандай кітапша, бұл кітапшада ауыстырсақ, бізде тамақтардың рецептері болады. Бұл да керек деп ойлаймын. Және біз басқа локация. Достар, біз кейін мына локация кіреміз. Көк. Бұл локацияның біз бірінші этажына барат боламыз. Бұл локацияда мен сіздерге көрсетейін дегенім, мынандай әдемі киім, және мынандай әдемі ит. Ал біз және де мынандай әдемі не осы, сосын кактус. И мынандай әдемі картинкалар. Ал біз кеттік басқа локацияға. Енді біз мына локацияға барамыз. Ең соңғы 0-ші этажға кіреміз. Бұл локацияда мына жерден шығасыздар, бай ауыстырасыздар. Бұл локацияда біз мынандай әдемі сағатты көреміз. Құрбақа тәрізді. Және де осындай әдемі шайнектер, кружкалар өте әдемі көрінеді. Және де сіз егер сериал сондай бірге түсіретін болсаңыз, осы щеткаларды қолдансаңыз болады. Себебі әдемі болып тұр, әлі ашылмаған кейінде. Енді біз мына локацияға кіреміз. Бұл локацияда мынандай білесіздер, осындай әдемі бар. Және де мынандай бірдеңе қолдансаңыз, осындай әдемі сутчик шығады. Және де мынандай балға, отвертка, осылар. Және де мына жерде ашатын болсаңыз, мына осы желпеуіш әдемі көрінеді. Қазір мысалы мына қызға сайтатын болса, әдемі көрінеді, баян желпіп тұрасын, былайша айтқанда. Және де инструмент осындай балта, мысалы қайшы, осындай әдемі заттар салуға болады. Және де осыны да қолдануға болады. Заттар тауыстырамын білмеңіздер. Және де бізде осы әдемі бұған біз осындай заттарымызды сақ қойсаңыздар болады. Баян қолға жиналады екен. Және де мына жерде бізде әдемі картинкалар. Осыны да үйлеріңізге қыстырып қойсаңыздар болады. Ал енді біз басқа локацияға барамыз. Басқа локацияға бармай тұрып, біз қазір мына жерге келсек, мына жерде бізде әдемі блокнотик. Мына жерде кітап, книга. Осындай әдемі көрінеді. Және бізде осындай. Ал енді біз басқа локацияға барамыз.
Достар, біз енді мына университетке барамыз. Университетке яғни бізде қазір болған ауыстырған кезде мысалы шкафта шықсаңыздар, мынандай әдемі линейка мындай, және де бізде мына мындай және де мына жерге осатын болсаңыздар, мына жерде шпаргалка сияқты и осындай әдемі пенал және сумка, және де байынан тамақтар салатын осындай ыдыс, өте керемет. Және осындай компьютер, ноутбук. Яғни біз байынан ауыстыратын болсақ, мына жерде осындай әдемі грамоталар қысырып алуға болады. Және де мына жерде мынандай осындай заттар, осыларды алып үйлерге қойып қоюға болады. Және де мынандай әдемі горшоктағы нелер. Біздің картинканы алып ашатын болса, осындай да болады, бар. Және де бізден ашатын болса, мындай тәттілер осындай. Біз енді мына локацияға кіреміз. Бұл жерде 3 этаж, но бірақ біз 2-ші этажына кіреміз. Бұл локацияда кинолар, сыналар түсіреді. Яғни бізде осындай әдемі кнопочкалар, мысалы ауыстыра берсеңіздер, осындай дивандар бар, және осындай столчик, бұны қолға ұстап кете алмайды екенбіз. Біз астыға ауысатын болсақ, міне осындай әдемі бар. Бұның ішіне алсақ болады, өте әдемі көрінеді. Және бұның ішінде тұрған сайын олар қозғала береді. Мысалы, Токовокада кейбіреулер сериал түсірген кезде жаңбыр жауғызады, басқа нәрсе істейді. Осының барлығы осы ардан құралады. Құралады дегенде осы арқылы істейді. Мысалы, мынаны басқан кезде жаңбыр жауып кетеді. Біреулер осыны бір жерге тығып қойып жасайды. Сосын мына жерде басқа түрлері де өте көп. Қолдана беруге болады. Мысалы, бұл бір түтін сияқты бұл. Және де мынандай. Мысалы, мынандай. Ара өзіңіз көре бересіздер, яғни өзіңізге қызық болса. Және де мына жерде бізде осындай кепкелер дегенде осындай персонаждар сияқты. Және де бізде мына жерге отырып, салон сияқты. Мына жерде лак, мыняқта тен, ауыстырсам ета боянатын помада и кисточкалар, және де плойкалар, бюролайтын, түзейтін, және де әдемі гүл, және мындай аты тұқи. Енді біз басқа локацияға кіреміз. Басқа локацияға бармай тұрып, байынан осы жерден байынан ауыстырсаңыздар, мындай жер болады. Бұның жерде мындай камера бар, және де бізде осындай вентилятор. Яғни бұны қолға ұстай алады екенсің. Потом сосын қосып қоюға да болады. Кейбір серияларға қолдана беруіңізге де болады. Және де сол. Біз енді басқа локацияға. Келесі жер осы жерге кіреміз. Бізде бұл жерде керемет күнтізбе. Егер біз үй жасаған кезде осының розбетісін көреміз. Мына жерде көк түсі. Және де бізде бір жерде
мындай бокал және мындай калькулятор, потом өшіргіш, сосын мындай рабочий столға арналған және де егер біз бағана қарай ауыстыратын болсақ, мына жерде бағана мен көрсеткен сол және әдемі ойыншық және де әдемі гитара. Егер осындай компьютер, ноутбук, егер біз ана жерді ашатын болсақ, осындай жаңағылар тығып қойған жерлерде болады. Және жерде осындай әдемі ыдыс. Егер біз былай қарай ауыстыратын болсақ, осындай әдемі сүлгі бет сүртуге арналған. Және де бізде мына жерде де мынандай бағана мен көрсеткен осы. Және жерде пенал, ручка, қалам. Сосын мына ноутбук, компьютер. Бұның ерекшелігі маған ұнайды, себебі бұның артында наклейкалар ұнайды. Және де бізде мына жерде түрлі жапсыруға арналған картинкалар, авокадо, суши пицца, басқа да. Және де мына жерге қарайтын болсақ, бұл жерде бізде осындай әдемі қашықтағы гүл, және осындай, сосын осындай әдемі очки. Егер біз мына шкафты ашатын болсақ, 2В-дағы бізде осындай әдемі рузяк, розовый түстегі шенің суреті бар. Ал брелогында сондай да қарбыздың суреті бар. Ал біз енді басқа локацияға барамыз. Келесі локация бізде мына локация. Бізде бұл локацияда көретініміз мынандай әдемі 3 түрлі щеткалар. Көк, сары, розовый. Сосын осындай. Сосын тіске біріне тұрған кезде алатын тістен сондай. Және тісті салып қоясыздар алған. Зубный пасталар және мынандай әдемі сағат. Сосын мындай әдемі қажықтағы гүл. Бұл үшеуі бар, мен көрген үшеуі мына шкафтың ішінен таба аласыздар, міне тұр. Және де мына зубный пастасы. Және де мынандай ауызға салатын. Бұны қойғанда, когда брекет салғандай көрінеді, брекет қойғандай болады. Енді біз басқа локацияға кеттік. Бізде келесі локация, ол мына локация, осы үйге кіретін боламыз. Осы үйге кірген кезде осы жерге ауыстырамыз. Сол кезде мына шкаптың ішін ашқанда, осындай әдемі слаймдар. Бұл шын слаймдар, мына. Осындай разноцветный, потом осындай розовый түсі бар, жылтырақ. Сосын осындай әдемі гитарамы, авокадо пішініндегі. Және де бізде мына жерге отырған кезде осындай әдемі нәрсе. Және мынандай да нәрселер бар. Енді біз басқа локацияға барамыз. Енді біз мына локацияға барамыз. Бұл локацияға қазір кіреміз. Достар, мына локация. Бұл локацияда бізде осындай әдемі бутылкалар су ішуге арналған. Burada екі күлгін, екі қызыл бар. Және де бізде мына киімді бағын шешек, бізде кнопка бар. Кнопканы егер басатын болсақ, бізде осындай әдемі ашылады жер. Бізде осындай әдемі сумка ашады.
Ой, осындай сумка. Осы екі әдемі сумка. Ну, бұл сайтикке сондай нерген алған сияқты. Кнопканы қайтадан басып, мына жерде жапқызамыз. Егер ауыстыра беретін болсақ, екі шкаф болады. Мына жерде біз мына шкафты ашқан кезде бізде мынандай әдемі пижама. Және бізде осылай әдемі авокадо пішіндегі диван. Және мынандай слайм. Қазір көрсетемін слайм. Және бізде осындай әдемі кружка, бокал. Осының ақ түсті де болады. Және мына жерде байынан қысырып қоюға арнайы әдемі жер. Достар, егер осы мен жасаған осы тапқан әдемі заттар егер сіздерге ұнайтын болса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Егер осының екінші бөлімі, яғни екінші частын қалайтын болсаңыздар түсіргенімді, онда комментарийға түсірші болмаса екінші част болсын деген сияқты жазып кетіңіздер. Біз